арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Кали мен Гаури әлгі бұзақылардан қашып келе жатады. Олар рикшадан түскенде әлгі бұзақылар алдыларынан шығады. Тура сол кезде Юг келіп қалады да, әлгі бұзақылардың жанында тұрып, Кали мен Гауриге көмектеседі. Әлгі бұзақыларды ұра бастайды. Юг Кали мен Гауриді автобусқа шығарып салады. Кали Югке рахметін айтып қоштасады. Сол кезде Вишвавирдің отбасы үйлеріне келеді. Сосын Югтың әжесі келеді. Вишвавир, менің Юг ұлым жоғалды, оны сендер ұрладыңдар деп оларға айтады. Мен қазір полицияларға айтамын дейді. Сосын Вишвавир айтып, біз емес ұрлаған деп оларды қуып шығады. Сол кезде Кали мен Гаурилар үйлеріне келеді. Вишвавир, Гаури, қызым, саған не болды дейді. Кали айтады, Гауриға ештеңе болған жоқ дейді. Тәтесі Калиге, сен қалай Гауриді бір өзін әкелдің дейді. Сен оны өзің сияқты миың жоқ, сен қап-қарасың дейді. Сен оны Раман құтқарды ма дейді. Юг үйлеріне келеді, әжесі оған ұрсады. Сенің балам миың жоқ па дейді. Кешіріңізші әже деп Юг әжесінен кешірім сұрайды. Бір уақытта Гаури есін жия бастайды. Ол есін жиып тұрады. Сосын Гаури Калиді құшақтап алады. Юг тәтесіне бірдеңе айтамын деп тәтесіне барады. Тәте, мен әлгі қыз туралы таптым дейді. Тәтесі, сен ол қызға ғашық болып қалдың ба дейді. Юг, тәте, қайдағыны айтпаңызшы дейді. Шармила колледж туралы Югпен сөйлесіп кетеді. Джал отбасы Гауридің есін жиғанын бәрі қуанады. Гаури айтады, бұл менің тұмарым Калидің арқасында дейді. Вишвавир Гаури кеткен соң Калиге ұрса бастайды. Сен оны өз уысына түсірдің дейді. Нилкант сол кезде өз көлігіне отырып кетіп қалады. Оны Кали көреді. Және де Каляни да көреді. Каляни, Вишвавир, қарашы, Нилкант сенің көлігіңді айдап кетті дейді. Вишвавир айтады, ол мені баламдай айдай берсін дейді. Сол кезде Кали, Гаури, мен саған бірдеңе айтқым келеді, сені біреумен таныстырамын дейді. Ал Гаури, мен жұлдыз болып кеттім, ешкіммен танысқым келмейді дейді. Ол сенің фанатың дейді, өтініш танысшы дейді. Гаури айтады, жарайды, ол менің фанатым болса, онымен танысып көремін дейді. Сол кезде Нилкант әлгі Югтың қарындасы Шармиланы ұрламақшы болады. Дәл сол мейрамханада. Оны Кали мен Гаури көріп, артыларынан жүгіре бастайды. Оны ұрлап, есікті құлтап қояды. Ал Кали мен Гаури аша алмай қалады. Нилу аға, ашыңыз дейді. Кали оны бір затпен ұрып ашып алады. Сол кезде Гауридің аяқ киімі қыстырылып қалады. Гаури, Кали, сен бара бер, Нилу ағама тез бар дейді. Кали жүгіріп кетіп қалады. Нилкант Шармиланың шашынан тартып итеріп жібереді. Ал Кали болса Нилу аға деп іздеп жүреді. Нилкант Шармиланың шашынан тағы тартады. Оның есіне Вишвавирдің сен қызсың ба, ұлсың ба деген сөздері есіне түсіп, оны тағы қинай бастайды.
және Нилканттың Шармиланың сауық кешінде намысын таптағанын есіне түсіріп, оны тағы қинап қылқындыра бастайды. Сол бөлмеге Кали кіріп қалады. Оны көрген Кали Нилканттың бетіне шапалақпен салып қалады. Сен тағы бір қадам жасасаң, мен саған зор ақысын көрсетемін дейді. Сосын Шармила ол бөлмеден кетіп қалады. Дәл алдынан Гаури шығып бір-біріне тесіле қарайды. Шармила үндемей қашып кетеді. Шармиланың алдынан Юг інісі шығады. Шармила, саған не болды дейді. Саған кім тиісті дейді. Шармила, оны Нилкант жасады дейді. Сол кезде Кали мен Нилкант сөйлесіп тұрады. Юг Нилкантты көріп қояды. Оның артынан бара бастайды. Сол кезде Юг Нилкантты түртеді. Олар төбелес бастайды. Дәл сол кезде Кали келіп қалады. Олардың төбелестерін қарап, тоқтаңыздар дейді. Сіздер не істеп жатырсыздар дейді. Ол қыздарға тиісті, мен сол үшін оны ұрып жатырмын дейді Юг. Тоқтаңыз, сіз оны қазір өлтіріп аласыз дейді. Өтініш, оған тиіспеңізші дейді. Юг болса үлкен темірді алып Нилкантты ұрмақшы болады. Ал Кали болса, Нилу ағама тиіспеңіз дейді.